Қымбатты білім алушылар, Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Избасарова Жанат Мұқтыбаевна сіздермен бірге өтілетін пән электронды есептеуіш машинасы пәні. Сабағымыздың тақырыбы электронды есептеуіш машинасының құрылымы. Сабағымыздың мақсаты дербес компьютердің құрылымымен танысу. Ал балалар, ендігі кезекте дербес компьютер туралы айтатын болсақ, бұл ақпараттық процестерді жүзеге асыратын құрал. Дербес компьютердің негізгі бөліктері жүйелік блок, пернетақта, монитор және тышқан болып табылады. Жүйелік блок туралы айтатын болсақ, ол біздің компьютердің миы болып саналады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушыларға дербес компьютер және оның құрылғылары туралы нақты білім беру болып табылады. Жалпы дербес компьютер дегеніміз ақпараттық процестерді жүзеге асыратын құрал. Ал енді, құрметті студенттер, келесі кестемізде компьютердің құрылғыларының блок схемасы көрсетілген. Электронды есептеуіш машинасының, яғни дербес компьютердің негізгі құрылғылары жүйелік блок, монитор, пернетақта және тінтуір болып табылады. Ал шеткері құрылғыларына біріншіден ақпаратты енгізу құрылғылары, екінші ақпаратты шығару құрылғылары, үшінші енгізу және шығару қызметтерін бірге атқаратын құрылғылар жатады. Жүйелік блок компьютердің ең басты бөлігі болып табылады. Ол компьютердің миы. Монитор немесе дисплей компьютердің экранына ақпаратты шығаратын құрылғы. Экран түстеріне қарай дисплейлер монохромды және түрлі түсті болып, ал шығарылатын ақпарат түрлеріне байланысты символдық және графиктік болып бөлінеді. Пернетақта компьютерге ақпарат енгізуге арналған құрылғы. Пернелер бірнеше блокқа бөлінеді. Символдық пернелер, функциялық пернелер, нұсқаушы пернелер және цифрлық пернелер болып. Тінтуір тышқан тәрізді қол тетігі пернелікпен бірге электронды есептеуіш машинасын басқару үшін қолданылады. Тінтуірдің екі түрі болады: 3 батырмалы және 2 батырмалы.